Құрметті әріптестер, мен де бағанағы әріптестерім айтқан бүткіл кері байланыстар сабақта қолданам. Бірақ мен сіздерде практика ретінде көрсеткім келіп тұрмын. Әр сабақ болған сайын мен балаларға кері байланысты ауызша беремін. Мына жерде қарап тұрғаныңызда дауысты хабарлама арқылы жіберемін. Яғни балаларды бірінші мақтап, мадақтап, егер де қателері болса, осылай айтып жерші, менің артынан қайталашы деген сияқты осындай кері байланыстарды беремін. Содан кейін жазбаша түрде балалар маған тапсырманы жібергенде, мен жаңағы дауысты хабарлама ретінде балаларға қатесін айтып, қай жерде қатесі бар екен, ең бірінші әрине мақтаймын. Содан кейін оған қатесін көрсетіп, ұсыныс айтамын ауызша, дауысты хабарлама арқылы. Содан кейін қарап отырғандай, жаңағы графикалық нелер арқылы, смайликтер арқылы тағы да оларға кері байланыс беріп отырамын. Сосын жарайсың деп мақтап, мысалы қатесін қай жерде жіберді екенін көрсетіп, әдемі жазуға тырыс деген сияқты кері байланыстарды беремін, ұсыныс беремін. Мұны көргендеріңіздей тамаша, ақылдым, тамаша, жарайсың деп көп мадақтауды айтамын сабақта. Өйткені осындай балаларды мақтаған сайын балалар тырысып, әр сабақта бізді қуантады. Және де қарап отырғандарыңыздай онлайн мектепте де кері байланысты беріп отырам балаларға. WhatsApp желісімен және Zoom-мен жұмыс істегенде мен енді балалардың кері байланысын осы БББ әдісі арқылы көрдім. Балалар өздерінің жаңағы білгендерін, сабақта не білгендерін, бұрыннан не білетіндерін, және келесі сабақта ұсыныс қандай не білгісі келетіндерін осы әдіс арқылы айтып отырды. Тура осы әдісті WhatsApp желісінде де пайдаланамыз. Қарап отырғандай балалар өз жаңағы айтқандай білгендерін, білгім келеді, білдім деп өз келесі сабақта не білгілері керек екен өз ұсыныстарын айтып отырды. Кері байланыс дегеніміз сабақтан алған біліммен жай ғана қайтып кету емес, өз-өзіне есеп беру, салыстыру, өз пікірін білдіру, ұсыныс айту, бағалау, өмірде пайдалану. Рахмет, назарларыңызға. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздермен бүгінгі тақырыбым қашықтықтан үйде оқытылатын оқушыға арналған тиімді кері байланыс түрлерін айтпақшымын. Жаңадан бастап жатқандықтан мен бір-екі рет қана қолданып көрдім. Бұлар тиімді шыққан сияқты. Яғни аудио және видео жазбалар көбінесе бұған аудио және видео жазбалар бұған тиімдірек болады. Себебі үйде оқытылатын бала WhatsApp-пен оқытылады. Мысалы, маған үй тапсырмасын немесе өзінің тапсырмасын жібереді. Мен әрқашан жақсы деймін, және оның артынша міндетті түрде аудио запись арқылы керекті түзететін жерлеріне кері байланыс міндетті түрде жасап отырамын. Ынталандыру үшін тағы да жарайсың, Люба, сен тамаша орындадың деген сияқты ынталандыру несін қалыптастырушы бағалар қоямын, бірақ артынша міндетті түрде аудио арқылы өзінің кем-кетікті жерлері болса, міндетті түрде кері байланыс жасаймын. Енді мен келесі осы қашықтықтан оқытатын әдістерге осы түймедақ, таза тақта әдісін қолданып көрдім бір-екі күн. Мысалы, түймедақ әдісінде, мысалы, біз
5-ші сыныпта денсаулыққа байланысты тақырыпты алып өтіп жатырмыз. Сол байланысты, мысалы, осы сабақта қандай нені үйрендің деп, немесе не саған қатты қызығырақ болды, немесе саған қиындық тудырған мәселе не бұл жерде деп мен міндетті түрде кері байланыс жасадым, және бұл тиімді болып шықты. Келесі мен осы әдісін, таза тақта әдісі болды. Бұл жерде сабақты қай жерде қиындық тудырғаны туралы осы жаңа сөздерді немесе басқа да бір сөздерді қойса болады, сұрақтарды қойса. Мысалы, пайдалы тағамдар не деген пайдалы тағамдар таңда деп алдым. Сол кезде ол таңдап берді. Кәдімгідей қиярды таңдады, атауын атап, алманы таңдады, сөйтіп, ақырында осы таза тақта тап-таза болып қалды. Яғни оның мен осы сабақты түсінгендігін туралы мағлұмат алдым одан. Сөйтіп, осы бір-екі әдісті қолданып көрдім, ол өте тиімді шықты. Және бұл жерде айта кететіні тек қана WhatsApp-пен ғана өтетіндіктен басқа әдістерді тағы да ойластырып көремін. Назарларыңызға рахмет. Келесі Гүлжайнар кімде? Гүлназ апай, Айна. Сен шығарып отыр, Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін біз өз тобымызбен сабақ беру үдерісіндегі кері байланыстың маңыздылығы мен түрлерін айтатын боламыз. Жалпы кері байланыс адамның өзі куә болған оқиғаға немесе басқалардың әрекетіне айтылған нақты өзінің пікірі болып саналады. Кері байланыстың өзінің басты мақсатына келетін болсам, оқушының саналы ішкі рефлексиясын даярлау, сол арқылы қазіргі кездегі маңызды болып саналатын өз бетімен еңбектену, бәсекеге қабілетті болу, алғырлық сияқты қабілеттерін дамыту болып ары қарай саналады. Жалпы кері байланыстың өзіндік мақсаты болады, мазмұны болады, жасалу түрі болады, өткізу тәсілдері болады. Кері байланыстың жалпы мақсаты эмоционалдық күйде іс-әрекетіне қарай анықтауға болады, және де кері байланыстың мазмұны ол ауызша және жазбаша түрде біз кері байланысты алып жатамыз. Және өткізу тәсілдерін алатын болсақ, ол сауалнама түрде, я болмаса сұрақ-жауап, кесте, диаграмма арқылы да осы кері байланысты біз оқушылардан алып жатамыз. Одан кейін алып жатамыз. Келесі. Осы әдіс тәсілдің ішінде кемпір қосақ әдіс тәсілімен айрықша айтқым келіп тұр. Бұл жерде сабақтың соңында оқушылардан жалпы бүгінгі сабақтың оқу мақсатына жете алдық па деген сұрақ қойылады. Сол кезде оқушыларына төменгі берілген бояудан жоғарғы деңгейдегі бояудың аралығында өздерінің аты жөнін жазып, қай деңгейде екенін осы тақтаға іледі. Сол кезде оқушының қай деңгейде және оқу мақсатына қаншалықты жеткендігін осы кері байланыс арқылы анықтап оңай біліп алуға болады. Және де мен өзімнің кері байланысында, яғни өзімнің сабағыма рефлексия жүргізген кезде, яғни өзіме кері байланыс жүргізген кезде, мен қандай әдіс тәсілдерді қолданамын және қандай кері байланыс мен оқушыларға қандай кері байланыс арқылы шығамын деген сұрақ өзімді қатты мазалады. Сол кезде мен қарасам, мен көбінесе мына 2 жұлдыз 1 тілек және 5 саусақ әдісі, синквейн әдістерін мен көп қолданады екенмін. Соның ішіндегі мен айтып кететін жағдай, яғни ең көп қолданатын ол менде 3-2-1 әдісі екен. Осы 3-2-1 әдісін мен үнемі қолданып жүремін. Және бұл жерде оқушыға сіз үшін маңызды болған 3 ақпаратты анықта және қиындық келтірген 2 жағдай және келесі сабаққа, яғни мұғалімге бір ұсыныс білдіру деген сұрақ бар. Сол кезде оқушы келесі сабаққа өзіне не керек екенін осы ұсыныс беру арқылы
арқылы, яғни кері байланыспен білдіреді. Сол кезде келесі сабаққа, яғни келесі сабақтың кем кетігін, яғни оқушылардың кері байланысы арқылы әбден түзеп, реттеп алуға болады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін әріптесім Алма Төлеш қызына беремін. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестесі бойынша біз кері байланыс алдық. Яғни бұл жерде әріптестерімнің әртүрлі кері байланыс алғандықтан мен өзімнің сабағымда қолданатын осы сабақтан кейінгі әсерім кестесі болды. Негізі кері байланыста оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс сабақтың соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз бетімен орындайтын тапсырмаларының соңында жүргізіліп отыруы керек. Рефлексия мақсаты еске түсіру, өзінің сабақ бойында іс-әрекетіне баға беру, талдау және мәселелерін шешу жолдарын іздестіру. Негізі мына жерде мұғалім өзін оқушының кез келген кері байланыс парағын оқи отырып, жұмысының сәтсіз шыққан қадамын, ендігі іс-әрекетін қалай жақсартуға болатынын алдын ала біледі. Бұл жерде кері байланыстың маңызы өте зор. Сонымен қатар кері байланыс парағы арқылы оқушының үніне құлақ түріп, оқу мен оқытудағы кездесетін кедергілерді айқындап, келесі оқытуға бұдан да жақсырақ дайындалуына түрткі болуға болады екен. Мына жерде сіздерге көрініп тұрғандай слайдта сабақтан кейінгі әсерім кестесі ол қандай ой пайда болды, не сезіндім, не ұнады, не қиын болды. Осы жерде балалар өздерінің несі бойынша жауап береді. Мысалы үшінге менің 9-шы Б сыныбымда Абитова Каринаның кері байланысын айтатын болсам, мұғалімнің түсіндіруі бірге сабақты орындаған ұнады дейді. Яғни оқушылармен етене сабақ бере отырған кездегі оған сабақтың ұнаған туралы білдім. Және де екінші оқушым Сергейді айтатын болсам, сабақ өте жақсы өтті деп ойлаймын. Топпен көбінесе оған отырған қызықты әрі тез түсінуіме әсер етеді дейді. Көбінесе Сергейде топпен жұмыс істеген және жұппен жұмыс істеген өте қатты ұнайды. Мен ойлаймын, өйткені өзі ұлты басқа болғаннан кейін топта отырып бөлісіп сабақ айтқан оған өте тиімді деп. Одан кейін Гизатов Елжас мұғалімдерді жақсы сабақ түсіндіреді және мектепте әлдеқайда үйден жақсы сабақтар өтеді дейді. Яғни бұл жерде Елжастың үйде отырып онлайн сабақтан онша түсінбей мектепке келіп қайта түсіне бастағанын білдім. Сол сияқты Эльвиданың жауабы да менде де түрлі сұрақтар болды және мен оның жауабын түсіндім. Мен Қазақстанның гүлденіп дамуы керек екенін білдім дейді. Яғни біздің қазіргі өзіміздің өтіп жатқан Қазақстанның даму туралы айтып берген жауап болатын. Және де енді ең қиын нәрсе не болды деген кезде менде Ерасыл деген оқушым сабақ үстінде жұмысыма көңілім толмады, өйткені пікірталасқа ойдағыдай қатыса алмадым дейді. Яғни өзінің жаңағы көңіл күйінің болмауы деп түсінемін бұл жерде. Бұл жерде бала етене қатысып, мен оқушылармен өз ойын айтып жеткізе алмады. Яғни пікірталасқа қатыса алмады. Енді келесі рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға. Келесі сөзді әріптесім Гүласыл Қазыбек қызына беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің кері байланыс туралы айтатын болсақ, кері байланыс жүргізу бір күннің ғана іс-әрекеті жұмысы емес. Яғни ол үшін көп уақыт және көп ізденіс қажет деп ойлаймын. Мұғалім сол өзінің рефлексиясы, кері байланысы арқылы оқушылардан алған кері байланыс нәтижесін көре отырып, алдағы уақытқа өзінің мақсатын дұрыс қоя біліп, және де оны жету жолдарын қарастырып, сабағын нәтижелі өткізуге тырысатындығы көрініп отыр. Көптеген бізде әріптестеріміз көптеген ақпараттарды айтып кетті. Менің сабағымда көбіне кері байланысқа байланысты бізде мұғалімдер әртүрлі барлық түрін дерлік қолданады және әртүрлі
кері байланыстың түрлерін қолданамыз. Соның ішінде осы кері байланыстың түрінде көңілсіз болды ма, қызықты, қандай тұстары қызықты болды, тақырып түсінді ме, түсінбей қалды ма, және жаңа мағлұматты қабылдау қиын соқты ма, немесе сабақта берілген тапсырмаларды орындап үлгерді ма, үлгермеді ма деген сияқты кері байланыстың түрін қолданған кезде оқушылардың өздерінің кері байланыстарын осындай түрде беріп жатады. Және бұл жерде біз көбіне алып қарайтын болсақ, біздің негізгі бүгінгі тақырыбымыз кері байланыстың маңыздылығы туралы. Бұл жерде кері байланыстың маңыздылығы, яғни біз барлық адам сырт пікірді өте жақсы қабылдаймыз. Мысалы, сырттай адамдар жаңағы бізге қандай көзқарастарын білдіріп жатса, біз соған қарай алдағы уақытта нәтижелі жұмыстар атқаруға тырысатындығымыз белгілі. Ал егер бұл жерде біз маңыздылығы, кері байланыстың маңыздылығы неде деп қарастыратын болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша, бұл кезде жаңағы мұғалім үшін біз алдағы уақытта сабағымызды одан да қызықты, одан да терең нәтижелі ретінде жұмыс істеуге тырысатын болсақ, ал оқушылар үшін маңыздылығы қандай? Бұл жерде оқушылар өте үлкен кері байланысты күтетіндігі көрінеді. Өйткені әр баланың өзінің жаңағы еңбектеніп, оқып, тапсырманы орындап, жаңағы алда болуға тырысатын баланың көзқарасын, жұмыстарына біз өзіміздің көзқарасымызды білдіріп, көңіл бөлу, бұл жерде кері байланыс арқылы көңіл бөлуді көрсетіп отырамыз. Жарайсың, мадақтап, алға қарай мотивация беріп, сол кезде балалардың ынталанатындықтары көрініп отыр. Осы кері байланыстың нәтижесі бізге тиімді болып отырғанын көріп отырмыз. Мысалы, көбіне, мен өзімнің сыныбыма байланысты, осы өзімнің сыныбымда сабақ берем, балалардың деңгейі төмен сынып, балалардың оқуға деген құштарлықтары өте төмен болғандықтан, мен өзімнің байқағаным, кері байланысты балаға ғана емес, олардың ата-аналарымен қосымша кері байланыс жүргізген кезде нәтиженің көрінетіндігіне өзім көзім жетті. Өйткені балаға қаншалықты деңгейде жаңағы сабаққа Zoom арқылы кіріп те, немесе басқа да онлайн мектеп, басқа да платформалар арқылы сабақ өту барысында олар бір кіріп артынан жоқ болып кететін жаңағы нелері өте көп кездесті, әрекеттері. Сол кезде біз ата-аналарға шығу арқылы әр баланың ата-анасына жеке-жеке кері байланыс беріп, баланың негізі ақылды екенін, жаңағы сабаққа деген құштарлығын жоғарылату керек екендігін түсіндірген кезде ғана баланың сабаққа деген, оқуға деген құштарлығын артқанын көріп отырмыз. Сондықтан кері байланыстың маңыздылығы бұл жерде жеке-жеке өздеріне ата-анаға да шыға отырып, баланы мақтау, мадақтау арқылы кері байланыс беріп отырсақ, ол бізге жұмыстың нәтижелілігіне алып келеді деп ойлаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Даусым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Барлығымызға мәлім, қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыларға тиімді кері байланысты қамтамасыз ету бұл мұғалімнің сыни шеберлігі. Мұғалімдерге онлайн кері байланыс дағдыларын жетілдіру үшін өмір бойы білім алу ұстанымын ұстану қазіргі уақыттың ең өзекті мәселесі болып табылады. Біз бүгін келесі слайд әйгерім.
Біз бүгін кері байланыс үшін қолдануға болатын қызықты әдістерді көрсетпекпіз. Оның бірі шығу билеті. Яғни шығу билеті бұл сіздің сабағыңыз үшін қалыптастырушы бағалаудың 5 минуттық стратегиясы болып табылады. Бұл әдісті ең тиімді Google форма платформасы арқылы алған тиімді болып табылады. Оны мен екі түрлі формада алдым. Яғни біріншісі сұрақ қою арқылы. Бүгінгі сабақта түсінікті әрі маңызды болды. Алдыңғы слайдқа ауыстыршы, Әйгерім өтініш. Болды ма, менің білгім келеді және менің түсінбеген сұрақтарым арқылы. Екіншісі тест тапсырмалары арқылы оқушының қаншалықты деңгейде тақырыпты меңгергендігін біле аласыздар. Келесі. Біз екінші тоқсанның соңында оқушылардан шығу билеттері әдісі арқылы оқушылардан 90-дық кері байланыс алған болатынбыз. Оның нәтижелері міне оқушылар өздерінің пікірін жазған болатын Google формаға, және де бұл әдістің Google формамен алудың тиімдісі бұл жерде пайыздық көрсеткіш арқылы көрсетіп тұрады. Яғни оқушының қаншалықты деңгейде тақырыпты меңгергенін сіз біле аласыз мына тұста. Осымен рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Әйгерім, дауыстарың естілмей тұр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қашықтықтан оқытудағы кері байланыс бойынша бізге сіздерге тиімді әдістер. Яғни кері байланыс берген кезде әр оқушының есімін атап отырған маңыздырақ болып саналады. Және де жиі әрі жүйелі түрде кері байланыс ұсыну. Күнделікті сабақтарда белгілі бір күннің уақытында немесе аптаның бір күнінде оқушыларға нақты кері байланыс жүргізіп отыру тиімдірек болады. Жедел кері байланыс тапсырманы орындау уақытында дереу оқушыға жауаптары қайсысы дұрыс болды, қайсысы нақты болды және де қандай кемшіліктері бар, бірден оқушыға кері байланыс беріліп отыру қажет. Нақты кері байланыс, мысал үшін, әр абзацта мәтін берілетін болса, әр абзацта айтылған ойға тақырыптың мазмұнына байланысты оқушыға беріліп отыратын байланыстар. Және де міндетті түрде позитивті кері байланыс, мысал үшін, ең бірінші оқушыға жарайсың, өте жақсы, талабың тамаша деген позитивті кері байланыстарды айта отырып, екінші кезекте міндетті түрде оқушының жіберген кемшіліктерін айтып кетуіміз қажет. Мысал үшін, біз өзіміздің тәжірибемізде Zoom платформасы арқылы сабақ өткен кезде кері байланысты тікелей оқушымен бетпе-бет видеомен жүздесу арқылы кері байланыс бере аламыз. Бұл деген өте тиімді кері байланыс. Және де оқушыларға күнделікті жаңағы қалыптастырушы бағалауда 1 мен 10 балдың арасында қойылады. Кейбір оқушыларда дау тууы мүмкін. Маған неге 7 балл, ол оқушыда неге менен жоғарырақ деген. Сондай дау тумас үшін мен әр сабағымда, әр тапсырмаға жаңағы бағалау критерийлері мен дескрипторларға байланысты балдарды қоямын. Мысал үшін, бірінші тапсырмаға 2 балл, екінші тапсырмада 3 балл, үшінші тапсырмада 5 балл деген сияқты. Яғни оқушы сабақ барысында өзінің орындап отырған тапсырмасына байланысты әртүрлі балдар алады. Мысал үшін, келесі қарап отырсаңыздар, WhatsApp желісінде сабақтың соңында аяқталған кезде бүгінгі сабақта оқушылардың аты жөнін жазып, мысал үшін, Илья 9 балл, Арнал 9 балл деген сияқты кері байланысты беріп отырамыз. Және де сабақ барысында оқушының дұрыс емес берген жауабына міндетті түрде жаңағы зат есім екі түрге бөлінеді деген кезде міндетті түрде дұрыс жауабын анық оқушыларға жазып жеткізетін боламыз. Және де позитивті кері байланыстарда назардан тыс қалмайды. Міне көріп отырғандарыңыздай, оқушы диалог құрастырған, осы жерде кемшіліктердің барлығын жазып отырған болатынбыз.
Келесі онлайн мектеп тапсырмасында біз үй тапсырмасын болсын, кәдімгі күнделікті сабақта берілетін тапсырмалар болсын, міндетті түрде оқушыға жақсы, жарайсың, сан есімдерді тағы да жаттау керек. Осы мысалдардың ішіндегі 83-75 деген сияқты сан есімдердің барлығы есептік сан есімі болады деген сияқты оқушының нақты қай жерде қате жібергенінің барлығын оқушыға ескертіп айтып отырамыз. Жақсы, 3-ші тапсырмада сөз тіркесін құрастыру керек болған деген сияқты. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, әріптестер. Кері байланыс десе, жалпы біздің көз алдымызға келетіні осы смайликтер, немесе басқаша айтатын болсақ эмоджилар. Эмоджи ол эмоцияны білдіру, жалпы көңіл күйіміз қалай деген кезде көбіне біз бас бармағымызды, жүрекшемізді саламыз. Сондықтан да кері байланыс біз үшін ол сырт көздің сыншылығы. Біздің негізгі алып отырған өзекті бүгінгі тақырыбымыз ол мақсат, тапсырма, кері байланыс. Осы кері байланыс. Бұл тақырыпқа біз қалай келдік дейтін болсақ, сабақ барысында біз көбіне жаңа әріптестеріміз айтып өткендей, алма ағашы арқылы кері байланыс, бас бармақ арқылы кері байланыс деген осы кері байланыстың түрлерін мен де өз сабағымда күнделікті қолданып отырдым. Осының қаншалықты бізге тиімділігі бар. Неге мұғалімнің орындығы мұғалім басқа жақта, оқушының орындығы басқа жаққа қарап тұр деген бізде сұрақтар пайда болды. Неғып шын мәнісінде бізде таптаурын болған кері байланыстар деп айтсақ болады. Өйткені біз соңғы 5 жылда осы кері байланыс біздің сабақ жоспарымыздың негізі болып қаланып келе жатыр. Осы сұрақтар арқылы біз мынандай сауалнама десек те болады. Бұл жалпы әдіс тәсіл кері байланыстың мадақтар бұрқасыны. Оқушы параққа ұстазынан естігісі келетін мадақ сөздерді жазады 1 минуттың ішінде. Қандай мадақтауды ұстазынан естіген келеді деп. Сонда 20 бұл сауалнамаға біз қалай келдім дейтін болсақ, өздеріңіз білесіздер, каникул уақытысында осы экраншты біз тыңдадық. Сол кезде оқушылардың диспут барысындағы сұрақтарға жауап беруі, кері байланысы бізді кәдімгідей ойландырды. Біздің оқушыларымыз неге осыншалықты деңгейде жауап бере алмасқа? Бізде де осындай вебинарлар өткізуге бізде қауқарлымыз ғой деген сұрақтар келді. Сол оймен мен өзім сабақ беретін 2 сыныптың оқушыларына осы сауалнама ретінде бердім. Бұл кері байланыстың түрін. Сонда өздеріңіз көріп отырғандай нәтиже. Тек қана 5% оқушы тапсырманы дұрыс орындаған соң тағы да талпын деген ұстазының сөзін естігім келеді деп жазды. 20% жарайсың, жылдық бағаң 5 деп айтса деп тілеймін деп жазды. Ал 10% болса қандай ақылдысың деп. Ал 65% қандай мадақтау естігім келетінін білмеймін деп жауап берді. Осыдан келіп бізде негізгі проблема пайда болды. Неге оқушы мұғалім тарапынан мадақтау еститінін білмейді? Бұл келіп біздегі сабақтағы проблеманы қозғайтын болып шықты. Жалпы біз сабақта көбіне оқушының қабілетін емес, талпынысына кері байланыс жасау керек екенімізді түсіндік. Құрметті әріптестер, осы сауалнама нәтижесінде біз осы каникул кезіндегі экраншы арқылы біз өзіміздің балалармен салыстыра отырып, және сауалнаманың нәтижесі негізінде біз Блум таксономиясының өзіміздің оқушыларымызға кері байланыс кезінде тек түсіну мен білу ғана мәселесін қозғайтынымыз белгілі болды. Яғни біз егер жаһандық азамат тәрбиелегіміз келсе, функционалды азамат тәрбиелегіміз келсе, неге біз қолдану, талдау, жинақтау, бағалау деген мәселелерге тоқтала алмаймыз, және біз баланы соған жеткізе алмаймыз. Яғни ол берілген кері байланыстың дұрыс
форматта берілмегені немесе сол кері байланыстың уақытысында жүргізілмеген әсерінен біздің оқушыларымыз білу, түсіну деңгейінде қалып қояды. Сондықтан біз өзіміз осыны зерттей келе және кері байланысты сабақтарда қолдану арқылы біз Асхат Әлімовтың ең алғашындағы жүргізілетін кері байланыстағы басты ережесіне тоқталдық. Әрине біз ұстаз болғаннан кейін кейбір уақыттарда бізде кері байланыс ұстанған кезде баланың тікелей жеке басына байланысты кері байланысты беріп жатамыз. Сондықтан ізденіс барысында біз Асхат Әлімовтың кері байланысының ережесін ұсынамыз. Ең бірінші адам кері байланыс бермес бұл мұғалімнің тарапынан болсын, оқушы болсын да ең бастысы позитивті болу керек екен. Екінші, бағалаушы болмау керек. Үшінші, кеңес бермеу керек, үйретпеу керек, тек ұсыныс қана беруіміз керек. Ынталандыруға ұмтылдыруымыз керек, сыпайылыққа және біз көмек көрсетуіміз керек. Сол кезде ғана бала өзін сәттілікке бағыттап деңгейге жетеді деп ойлаймыз. Осы тұрғыда Осы тұрғыда жалпы сабақта оқушы мен мұғалімнің арасындағы кері байланыс ол сапалы білімнің көрсеткіші. Олай болатын болса, кері байланыс қай уақытта жасалынады? Кері байланыс үй тапсырмасын тексеру барысында жасалынады. Кері байланыс жаңа материалды түсіндіру барысында жасалады, көбінесе жетек сұрақтар арқылы. Үшіншіден, алған білімін бекіту барысында, біз көбінесе сіздер өздеріңіз тест арқылы аласыздар оны. Одан кейін міндетті түрде үй тапсырмасын беру барысында да кері байланыс жасалу керек екен. Үй тапсырмасын бала қалай жасайтынын түсінді ме, түсінбеді ме, осыған міндетті түрде кері байланыс жасалу керек. Осының бәрін белгілі бір өзіңіздің қалыптасқан әдіс тәсіліңізбен жетелейтін болсаңыз, сонда сіз білім сапасын көтере алады екенсіз. Осы тұрғыда біз осының бәрін есепке ала отыратын болсақ, нәтижелі сабақ құра аламыз. Ал нәтижелі сабақ құру үшін ең алдымен мақсатқа құрылған, дұрыс құрылған бағалау критерийі, тапсырмаға құрылған дескриптор, сол тапсырмадан кейін міндетті түрде тиімді кері байланыс жүргізілу керек. Осы жағдайда біз нәтижелі сабаққа жете аламыз. Енді біз бірлесе отырып, осыны талдау жұмысында біз үнемі осыға дейін дәстүрлі форматта да, жаңартылған форматта да бәріміз тек мұғалім мен оқушы арасында ғана кері байланыс және ол сабақ соңында ғана беріледі деген ұғыммен қалыптасып келеміз. Біз осы тұрғыда зерттей келе, қарастыра келе, егер уақытыңыз болмай жатса, мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы және оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланыс жүзеге асыруға болады екен. Мысалы, біз өзіміздің сабақта, мысалы, 10-шы сыныбында өткізген форматта, мысалы, бұл жерде романды талдау арқылы балаға, мысалы, үлгере алмай жатқан уақытта оқушы мен оқушы арасындағы дескрипторды ұсыну арқылы, критерийді ұсыну арқылы оқушы мен оқушы арасындағы кері байланысты жүргізуімізге болады екен. Мысалы, мына жерден қарап отырсаңыздар, оқушы өзінің жұмысына және өзінің сыныптасының жұмысына кері байланыс беріп отыр, ол дескриптор арқылы. Яғни ол жүргізілген әдіс, бұл өзімізге үнемі тиімді жүргізіп келатқан колб әдісі, яғни дұрыс жетті ме, дұрыс жете алмады ма, осы дескрипторды алдына ұсыну арқылы кері байланыс жасатуымызға болады. Сонымен қоса, оқушыдан мұғалімге де кері байланыс беріледі екен. Мысалы, сабақта топтық жұмыс болса, оқушылар Zoom арқылы сабақ өткенде видеоларын қосып отырса, сабақ қызықтырақ болар еді деп, сабақ соңында берілген кері байланыс бұл тек мұғалімнің оқушыға емес, оқушының мұғалімге берген кері байланысы, осы кері байланысы деп табылады екен. Яғни біз кері байланысты тек қана мұғалім мен оқушы емес, оқушы мен оқушы да мұғалімге, мұғалім мен оқушыға деген кері байланысты жүргізу арқылы осындай моделін ұсынамыз. Осы уақытта біз осыны ізденіс жұмыстарын жүргізіп отырған уақытта, яғни ағылшын философы, яғни философия ғылымдарының докторы Крис Дьютың бір еңбегін тауып алдық. Осы еңбекті ағылшын түрде жазылған кейін, оның жоспарын жаңағы аудармасын өткізгенде, ол яғни үлкен университеттерде болсын, баланы жетістікке жетелеу үшін уақытында кері байланыс беруді басшылық қылады. Яғни біз сабақтан кейін бірнеше уақыттан кейін кері байланыс тапсырманы жіберіп отырып кері байланыс берсек, ол оқушыға жаңағы берілген кері байланысты оқушы дұрыс қабылдай алмайды екен. Сондықтан Крис Дью өзінің бірнеше әдістерін ұсынады, біз оны сіздерге де ұсынамыз. Крис Дью ең бірінші тәуелсіз сарапшы дейді. Ол кім? Тәуелсіз сарапшы кейде оқушылар тек қана мұғалімнен берілген кері байланысқа жалығып кетеді екен. Сондықтан сырттан бір параллельде сабақ беретін мұғалімдер бірге отырып, мысалы бір сабақта жаңағы мұғалімнің сабағына қатысып отырып,
сол мұғалім сабақ беретін мұғалім емес, сырттан келген тәуелсіз сарапшы егер кері байланыс беретін болса, оқушыға өте жоғары деңгейде болады екен, және оны оқушы жақсы мотивациямен қабылдап, жетістікке жетуге талпынады екен. Екіншісінде Крестью, жаңағы біз енді Zoom платформасын өтіп жатыр қой, Крестью екінші бетпе-бет конференциясын ұйымдастырады. Бұл оқушы мен оқушы қашықтан оқыту кезінде синхронды сабақ барысында бетпе-бет тұрып кері байланыс беретін болса, бұл жаңағы көзбен көру арқылы сабақтағы офлайн өткен кері байланыстан ешбір жері кем болмайды екен. Үшіншісі, бұл сабақтан кейін берілетін үшбухат деп аталады. Бұл жерде мысалы өздеріңізге ұсынып отырмыз, сабақтан кейін Telegram канал арқылы мәтін ұнады ма деген бірнеше сұрақты ғана жібере салып, оқушының жаңа жауап беруін білуге болады екен. Мысалы, мына жерде қай сыныптасыңыздың пікірі ұнады десек, 65-67% Милаттың мысалы жаңағы пікір ұнады десе, оқушы осы жерде өзінің басқа оқушыменен іштей сараптама жүргізіп, өзін салыстыра отырып, жаңағы оқушы өзімен оқушы бір-бірін салыстыра отырып, сыныптастар арқылы бұл жаңағы жетістікке жетуіне мүмкіндік туындайды екен. Бұл әдістер бізде жаңағы ағылшын сарапшыларының жүргізген әдістері ең тиімдісі, біздің ойымызша бұл тәуелсіз сарапшы болып саналады. Біз саралай келе, нені саралай алдық? Кері байланысты. Бастысы тапсырма адам емес. Өйткені біз көбіне оқушының жеке тұлғасына, қабілетіне бағалау береміз. Сен ақылдысың, сен жарайсың. Ол жалпы адамға емес, біз орындалған тапсырмаға кері байланыс жүргізуіміз тиіс екен. Қасиетті қате, жетекші сұрақтар, әзілге келсем, мысқылға жоқ. Көбіне көп мұғалімдер, мысалы, оқушының кейбір жауаптарына сарказммен жауап беріп жатамыз. Бұндай әрекетке бармауымыз керек екен. Қабілеті емес, талпынысына кері байланыс жасаймыз. Нақтылық керек, міндетті түрде жеке тәсіл, критерий болу керек екен, және жабық шеңбер. Сабақтың соңында жалпы сабақ бойынша кері байланыс жүргізуге міндетті екен біз. Енді осы тұрғыда әріптестер, осы жүргізген кері байланысты тиімді жүргізген жағдайда біз бағанағы Блум таксономиясындағы түсіну мен білу емес, біз ең жоғарғы сатысы бағалауға жетеміз. Яғни біз бағалауға баланы жеткізе алсақ, бұл жаһандық азаматты тәрбиелей алдық деген мәселе. Яғни кері байланыс жаһандық азаматқа жетелеудің бірден бір жолы болып табылады. Осы тұрғыда біздің мектепте, енді бұл ұсыныс ретінде ұсынып отырмыз, біздің мектепте яғни Қазақстан бойынша Ресейдің мектеп лабораториясымен жұмыс жасап жатыр. Осы жерде ойлана келе, бұл жерде көбіне бізде жаңағы проектілер дейді ғой, жобаларды жасап жатырық орыс тілдерінде. Енді біз ойлана келе, осы жобаны іске асырып көрсек па деген ойдамыз. Егер біз өзіміздің жаңағы оқу жоспарымызға сәйкес, жаңағы оқу жоспарымызда берілген тақырыптарды алып, содан жоба құрастырып, оқушымен бірге жоба құрастырып салып қойып, сабақ барысында сол сабақты өткен кезде оқушылардың барлығын глоблапқа кіріп, кішігірім жобаның жаңағы қатысуына ықпал ететін болса, онда менің ойымша баланың біріншіден мотивация артады, одан кейін жоба құрушы үшін де бұл жаңағы көрермендердің саны артады, содан кейін бала өзіне жаңағы жетістік дейді ғой, награда жинау арқылы зерттеу жұмысына деген қабілеті артып, өзін жоғарғы деңгейде қояды деп ойлаймын. Сондықтан біз болашақта енді іске асырамыз деп ойлаймыз. Ол үшін алдымен курстарына қатысып, жоба құрудың жолдарын үйреніп алсақ, соны жаңағы кері байланыс ретінде кішкентай ғана зерттеу жұмыстарын енгізу арқылы балалардың жаңа зерттеу қабілетін арттыруға болады деп ойлаймын. Сонымен әріптестер, біз өзіміздің сөзімізді Шалва Аманашвилидің мен адамдарға шығыстың бір даналығын сыйлағым келеді, өйткені ол маған көмектеседі. Менің өмір сүруіме де көмектескен ол даналық сіздерге де көмектеседі деп сенемін дейді. Бұл даналық өзі қысқа. Келіскен адам бай болады, келіспеген адам кедей болады деген осы даналықпен сіздерге осы Шалва Аманашвилидің өміріне көмектескен даналықты сіздер де өздеріңізге керектісін алып, өздеріңіз саралап, өмірлеріңізде керекті жерде қолданады деп ойлаймыз. Көп рахмет сіздерге. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер,
Бүгінгі біз ұйымдастырып отырған вебинар Қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігінің 10 күндігінің соңғы күніне сәйкес келіп отыр. Бүгінгі вебинар сіздерге пайдалы және тиімді болды деп ойлаймыз. Осы 10 күндік барысында біздің әдіс бірлестігінің мұғалімдері керемет ашық сабақтар көрсетті және бүгінгі сіздерге ұсынған кері байланыс түрлерін сол ашық сабақта да көрсете білді. Енді сіздердің назарларыңызға рахмет айта отырып, бүгінгі вебинар туралы кері байланыстарыңызды сауалнама арқылы бізге жіберулеріңізді сұраймыз. Сәрол ханымна, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, маған бүгінгі вебинар өте ұнады. Өте керемет, сондай әсерді тыңдап, өте мұқият тыңдап отырдым. Баршаңызға үлкен рахмет.